Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай сырный лаваш, яғни ірімшікті лаваштан ішіне чипсы қосып, үй жағдайында өте дәмді донер әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге лаваш, менде сырный, кез келген лаваш түрі бола береді. Сосын чипсы, корейский салаты, қызанақ, қияр, тауық еті, сондай-ақ майонез бен кетчуп. Ең бірінші қиярымызды алып, өте жіңішке етіп тураймыз. Қызанағымызды да жіңішке етіп тураймыз. Ысталған тауықтың төс еті, оны да жіңішкелеп тураймыз. Ал міне біздің барлық ингредиенттеріміз дайын. Осының барлығын лавашқа жинаймыз енді. Алдымен осылай кетчуп, артынан майонезді осылай құйып шығамыз. Енді жаңағы ингредиенттерімізді барлығын кішкене бөлшектен осылай салып шығамыз. Ең бірінші тауық еті, сонан соң корей салаты. Жалпы осы ингредиенттердің барлығынан шамамен 5 донер шығады. Қиярымызды, енді қызанағымызды саламыз. Майонез саламыз. Кетчуп. Соңынан қытырлағымызды, яғни чипсымызды осылай салып шығамыз. Міне бізде дайын болды ішіндегі салмасы. Енді орау қажет. Жақсылап екі шетін салмасы шықпайтындай етіп ораймыз. Міне біздің донерлеріміз. Енді қызып тұрған табаға кішкене май жағып, екі жағын қыздырып аламыз. Міне біздің ыстық донерлеріміз дайын болды. Дәмі тіл үйреді. Міндетті түрде жасаңыздар. Үй жағдайында өз қолдарыңызбен таза дәмді етіп, балаларыңызды қуанта беріңіздер. Сіздерге рецепт ұнады деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ботафуд, астарыңыз дәмді болсын.